мына жерде нағыз қара халық жоқ мына жерде. Мына жерде өңкей мекеме басшылары, өңкей сонда қызметкерлер отыр. Бірақ мен сізбен келіспеймін. Неге? Құрметті Нұралхан Оралбайұлы, құрметті қонақтар. Біріншіден мынау сіздің жаңағы бір ақсақалды айтты ғой, қара халыққа көңіл бөлгеніңізге разымын деп. Сол сияқты мына жерде нағыз қара халық жоқ мына жерде. Мына жерде өңкей мекеме басшылары, өңкей сонда қызметкерлер отыр біріншіден. Өйткені сол себептен біздің жаңа Қазақстан дейміз, қайықтың жаңа Қазақстан, сол коррупционный Қазақстан сол қалды деп ойлаймын. Өйткені еш уақытта қара халық мына жерде отырмайды. Анда жерде айқайласып қаншама адамдарды кіргізген жоқ. Мен өзім әрең кірдім. Мен келсем сразу қолымды қайырып, жаңа алып кеткен кездер болған кезінде. Сол себептен мына жерде біраз жан айқайын айтайын деп келген азаматтарды кіргізген жоқ. Жаңағы мына бауырым бекер айтқан жоқ. Біздің мынау мемлекет қызметкерлері сондай Құдай сияқты өздерін сезіне ма, жаңағы тәкаппарлық бар ма білмеймін енді. Сол себептен жаңағы ол сөз бекер сөз емес. Қазір қара халық далада отыр, қайтарып жіберді. Еш уақытта қара халық жиналса болған емес. Бұл бір. Екіншіден мынау жаңағы Байлдырдағы газ мәселесі айтылды. Мен сөзіңізді бөлейін, тоқтаңыз. Бірінші сұрағыңыз бойынша кешірім сұраймын бөлгеніне. Бірақ мен сізбен келіспеймін. Неге? Аппарат басшысы қайда облыстың? Осы жерде мен әтейі облыстан аппараттың жұмысшыларын алып келдім сыртқа қойып. Сол жерде СМИді де қойдым. Кіргізбен халық кірсін деп. Сіз мына жерде Онда келіспесеңіз, онда сіз де солардың қатарында деп ойлаймыз. Жала жауып отырсыз. Негізі мен айттым, тапсырма бердім, кіргізсін деп. Бар ма сондай факттар? Ондай фактілер жоқ. Жаңа ол сізге білдірмейді ғой. Сыртта тұрды, жаңа сыртта кіргіздік барлығы. Ешқандай фактілер болған. Мына апайды қарашы, Майра апайды тыңдашы міне. Кім ұстады, сізді айтыңызшы осы жерде. Бұл кісіні жеке өзіміз кіргіздік. Кеш. Жеке қабылдауға жаздық. Қазір өзіміз кіргіздік. Бағанан бері бұл. Өйткені мен сізге айтайын. Сіз айтып жатсыз, бәрі басшы деп. Қазір мен осынан жаттандырған Бауыржан Ақылбеков. Сол кісі қанша жылдан бері осы Кентаудың белді қоғам мүшесі. Менде қоғам белсендісімін былайша. Құрметті мынау қауым. Аға, мен сөзім аяқтаған жоқпын. Ағасы, кешіресіз, мен сөзім аяқтаған жоқпын, араласып кетті мына кісі. Мен аяқтап болайын, аға, кешіресіз. Мен сөйлеп жатырмын. Бірінші мәселе, мынау жаңағы Байлдыр ауыл туралы жаңағы газ мәселесін көтерді ғой. Ол жерде жаңағы Тасып мырза керемет бәрі газбен қамтылды деп. Ол жерде біріншіден сол газ құбырын трассасы өзен бойынан алған. Біз кезінде айтқан, мына өзен бойы болмайды, су тасқын болса ағып кетеді деп. Действительно айтқандай сол келді, су тасқын болды да газдың құбырын көтеріп жіберді. Сол қалпы әлі тұр. Енді ол жер ертең тағы да көтерілсе, ол газды кезінде сұрақ қойғанбыз. Ауылдың әкіміне де, бәріне де, бәрі істеледі, арқа қылып былайына қыламыз деген ешқандай ештеңе істелген жоқ, бірақ газ берік деп отыр. Ол бірінші өтірік мысалы. Сол себептен бұны жаңағы нақты деректі дәлел болса дәлел, одан кейін ол жерде де газ құбырларды қалай болса солай қойылды, салынды. Өйткені жаңа бірінші 10 сантиметр құм, одан кейін труба, одан кейін құм, сосын топырақ болды. Ондай ешкімде сақталмаған. Керек десеңіздер, кезінде біз әкімшілікке бардық, қазып көрсетейік дедік. Ол мәселе дәл болған жоқ. Енді үшінші мәселе, мына бізде үлкен бөлім бар Кентау қаласында. Қалалық білім беру бөлімі. Бұл жерде көп жаңа сорақылықтар болып жатыр. Өйткені заң бұзушылықтар, мұғалімдерді заңсыз жұмыстан шығару, мекеме басшыларын заңсыз шығару туралы көп мәселелер болып жатыр. Осы туралы да біраз көтеру керек болып тұр. Сол себептен келешекте жаңа Қазақстан болу үшін мен ойлаймын, бәрі таза болу керек деп ойлаймын. Сол себептен бұл жерде мен айтар едім, көп нәрселер, тағы айтам, жаңа сіздің менің сөзіме де дұрыс жауап бермедіңіз. Қара халық дегенге сіз өтірік айтасыз дедіңіз. Міне осы сөздің өзінен ары қарай мен білмеймін. Сіздер ары қарай қалай келешекте жұмыс істейтіндеріңізді. Қара халық қыраған жоқ, тағы айтам. Қара халық дәлелдеп те беремін. Керек десеңіз, ертең әкелсеңіз, бүкіл қаланы әкеліп беремін осы жерге сізге. Мен сізге айтқан, мен сізге өтірік айтасыз деген жоқ, мен сізге қателесесіз дедім. Жала жауып отырсыз, негізі мен. Айттыңыз ғой, бәрі сол мағынасы бар ғой. Қарасаңыз, қалай сіз сөздің мағынасын бөлмеңіз? Мекеме басшылары, мемлекет қызметкерлері, мектеп қызметкерлері, олар ешқайсысы басшыларға әңгіме айтамайды ғой, білеміз ғой. Жастар отыр, апаларымыз отыр, ақсақалдар отыр, сол мекеме басшы ма бәрі? Кішкене жан-жағыңызға қарасаңыз. Сіз тыңдауыңыз керек қой бірінші. Сіз тыңдауыңыз керек. Жалпы мына білім саласы дегеніңізді оны қарап шығайық. Жалпы бар ма бұндай фактілер орын алып жатқан?
Кентауда? Бізде жұмыстан шығару мәселелері бойынша болған. Еңбек инспекциясы арқылы тексерілді бұл мәселелердің бәрі. Жалпы біздің бақылауымызда балабақша меңгерушінің жұмыстан шығару мәселесі болған. Егер нақтылап айтсаңыз, қай мекеме екен? Еңбек инспекциясы деді ғой. Міне, жаңа әдемі айтып жатсыз ғой. Еңбек инспекцияның өзі келіп заңсыз жұмыстан шығарылған десе де, бізде соттарда жұмыс істемейтін сияқты. Қаншама айдан бері, июнь айынан бері бүгінге дейін о кісіні басына кетпей жатыр. Анаяқа лақтырады, мына соған қарағанда бәрі коррупционный тірлік деп ойлаймын. Соны сіз назарға аударып алып, соны жұмыс істеңіз ойлаймын. Сіз нақты мәліметін беріңіз. Берейін. Кім екен соны қарап шығайық. Сол бір. Екінші, мына газ мәселесінің жұмысын айтып жатсыз. Енді мен сізге айтайын, бұл жерде оны қайта қарап шығайық. Бірақ мен айтайын сізге, қай жұмыс бітсе де ертесіне құқық қорғау органдары келіп тексереді сапасын. Прокуратура бар, дэріміз бар, антикорымыз бар, бәрі қарап шығады. Егер де бұл фактылар орындалған болса, мен сізге айтайын, бұлардың өздері бұл факты анықтап, әрмен қарай экспертизаны жасап, жауаптылыққа бәрін тартатын болады. Мен сізге бұндай енді факт жоқ деп айтамаймын, оны тексеру керек. Оны